Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Яғни 2022 жыл барыс жылы. Барыс жылында барыстың салатын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Осындай салатын жасалу жолын міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен достар, біз тигрдің бетінің жабуы үшін осындай сәбізімізді, піскен сәбізді теркадан ең майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Және де көзі, құлағына қажет болатын осы жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп алып, екеуін екі бөлек осы теркамыздан өткізетін боламыз. Ең майда жағынан өткіземіз. Және ішіне қосатын салмаларынан кез келгенін қолдана аласыздар. Мен осылай тауықтың етін қостым. Осы төрт бұрыштап, кубиктап турап қосып салып аламыз. Және де піскен картошкамызды да кубиктап турайтын боламыз. Және де соленый огурцы қостым. Оны да осылай кубиктап, видеода көрсетілгендей турап алатын боламыз. Үстіне майонезімізді және де тұзымызды қосып араластырып дайындап аламыз. Мінекей бізде салатымыздың іші дайын. Тұзымызды қосып дайындап алдық. Енді тарелкаға біз барыстың мүсінін салатын боламыз. Осылай майонезді қапшыққа салып алып, өстіп салсаңыздар, сіздерге ыңғайлы болады. Көзімен және мұрын жағын кішкене төмпейтіп, көз жағын кішкене ойыңқырап қоятын боламыз, ыңғайлы қылып. Мінекей енді қалғанын тура видеодағыдай жасаймыз. Тура осылай мүсін шығарамын десеңіздер, менің істегенімді тура осылай қайталасаңыздар болады. Астыңғы жақтарымен жұмыртқаның ағымен, және де мұрын, көз, бет жақтарын, көзіне де ағын істедім. Осылай бет жақтарын, көзін астын, құлақтарын, жан жағын барлығын осы сәбізбен қоршап жатырмын. Мінекей көзіне тағы да жұмыртқаның сарысын істейтін боламыз. Сондықтан орын қалдырып кеттім. Мінекей екі бетінде тура осылай істедік. Ал мұрынның астын мен осындай майонезге қызыл краскіден кішкене ғана қосып розовый жасадым. Неке розовый қылып осылай істеп қойсаңыздар әдемі көрініп тұрады. Ал көзіне достар, мен жұмыртқаның сарысын кішкене майонез араластырып дәл осылай істеп шықтым. Осылай форма жасасаңыздар ыңғайлы болады. Ең бетіне жан жағын қоршайтын ең маңыздысы бізде оливки. Осындай оливкиді алып, мен секілді видеода көрсетілгендей ұзынша қылып барлығын турап, дайындап алатын боламыз. Неке барлығын осылай турап, көзінің жан жағына, құлақтардың жан жағына барлық жерлерге осы видеода көрсетілгендей жасап шықсаңыздар болады. Өте ыңғайлы, қолданғанға өте ыңғайлы, және де видеода көрсетілгендей өте әдемі көрініп тұрады. Достар, тура видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Және де достар, байқасаңыздар, мен екі бетін томпайтып қойдым. Ол жағына қазір біз мұрт салатын боламыз. Сол кезде әдемі болатын болады. Ал екі көзін мен оливкиді осылай топтамалар қылып турап алдым. Неке кесіп алғаннан кейін көзінің ортасына қойсақ, неке өте әдемі болып шығады. Енді мұртын жасайтын боламыз достар. Мінекей үш
зубочисткамызды тығып, төртіншісін төбесіне тығатын боламыз. Сол кезде әдемі көрінеді. Екі жағына бірдей етіп, осылай қадап шығатын боламыз. Мінекей достар, бізде 2022 жыл барыс жылының осындай өте керемет, әдемі болып шыққан осындай салатымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай вид беретін салаттардың бірі. Осы жаңа жылда дастарханның көркін ашатын сөзсіз, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, қиын болып көрінгенмен өте оңай жасалады екен. Мінекей оливки де өте керемет сән беріп тұр. Сіздерге осы жаңа жылда тек қана қуаныш, бақыт, байлық және де ең басты байлық денсаулықтарыңыз мықты болсын деймін. Жаңа жылда жаңа бақытқа, табысқа жете беріңіздер. Отбасыларыңызға тек қана қуаныш, бірлік, береке тілейтін боламын. Сіздермен болған келіңнен Майра Құлылан осындай салаттың жасалу жолын міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап көріңіздер.